Қолтықтың терлеуі мен ондағы жағымсыз иіс адамның өзіне деген сенімділігін жоғалтады. Бүгін мен сіздерге осы қолтықтағы иістен құтылатын 5 түрлі кеңес айта кетейін. Сәлем көрермендерім. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қолтықтағы жағымсыз иістен құтылып, терлеуін тоқтату үшін қымбат дезодорант пен түрлі иіс сулардың көмегіне жүгініп жатамыз. Бірақ бұл заттар уақытша ғана көмектеседі. Ал егерде түбегейлі құтылғыңыз келсе, онда мына кеңесті жүзеге асырып көріңіз. 3-4 түйір марганцовканы 1 стакан қайнатылған жылы сумен араластырыңыз. Осы сумен күніге 3-4 рет қолтығыңызды жуасыз. Бұл ерітінді қолтықтың терлеуін тоқтатады, жағымсыз иісті жояды және түктерді кетіреді. Емді үзбей 2 апта жүргізесіз. 100 мг жылы суға 1 шай қасық ас содасын араластырасыз. Осы ерітіндіні қолтығыңыздың айналасына жағасыз. Емді тәулігіне 5 рет қайталаңыз. Ас содасы қолтықтың терлегенін тоқтатады, әрі түктің өсуін тежейді. 3. Лимон жағымсыз иіс тудыратын бактерияларды өлтіреді. Одан құтылу үшін 1-2 тамшы лимон шырынын қолтығыңызға жағасыз. Бірнеше минуттан соң дымқыл сөлгімен сүртесіз. Ал лимон шырыны мен суды араластырып дезодорант ретінде сеуіп жүрсеңіз де оң нәтижеге қол жеткізесіз. 1 шай қасық ұнтақталған ақжелкенді 1 стакан қайнаған суға салып 5 минут қайнатасыз. Салқындаған соң сүзіп алып қолтығыңызды сүртесіз. Ақжелкеннің құрамындағы антибактерия жағымсыз иіспен күреседі. 5 мг сутегінің асқын тотығын 200 мг суға ертесіз. Оған мақтаны алып мәселе тудырып жатқан аймақты сүртесіз. Бұл ерітінді қолтықтағы көзге көрінбейтін, бірақ терлетіп жағымсыз иісті тудыратын бактерияны өлтіреді, теріні құрғатады әрі жағымсыз иісті жояды. 1 литр суға 3 ас қасық алма сірке суын араластырасыз. Душтан шыққан соң осы ерітіндімен қолтығыңызды сүртесіз. Құрғағанша күтесіз. Сонан соң киімдеріңізді киіп ұйқыға жатыңыз. Егер сірке судың иісі жағымсыз болса, онда аздап эфир майын қосуға болады. Өте қарапайым әрі қолжетімді емнің тағы бір түрі балалар сабыны. Күніне 2 рет қарама-қайшы душ қабылдаңыз. Сол кезде қолтығыңыздың айналасына балалар сабынын жағасыз. Қарама-қарсы душ пен сабын қолтықтағы барлық жайсыз мәселені шешеді. 1 дана орташа картопты майда үккіштен өткізіңіз. Езбені қолтығыңызға жағып 3-4 минут жатыңыз. Белгіленген уақыттан соң масканы жылы сумен жуып теріңізді құрғатып сүртіңіз.